لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينه الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بقول إن شاء الله دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها деген кітаптан الجزء الثاني екінші бөлімді бастаймыз. Біз осы уақытқа дейін бірінші томды шарықтап өттік, яғни түсіндіріп, оған мағыналарын беріп кеттік. Бүгін иншаллах الجزء الثاني екінші бөлімді бастаймыз. Жүз деген бұл бөлім деген, الثاني бұл екінші. الدرس الأول бірінші сабақ, бірінші дәріс. الدرس бізде дәріс, көпше түрі дұрус болады. الأول бұл бірінші. الدرس الأول бірінші сабақ, Хашим мен мұдәррестің арасындағы диалог. Бізде жаңа талдайтын тақырып болатын болса, соның астын қызылмен сызып кетемін, соны кейін шарықтап, яғни мағынасын түсіндіріп, барлығын түсіндіріп шығамыз. Хашим айтады: "Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух." Ал-мударрису, мұғалім айтады: "Ва алейкумуссаламу ва рахматуллахи ва баракатух." Хашим айтады: "Кайфа халука я устазу?" Ей ұстаз, сіздің жағдайыңыз қалай? "Лааллака би хайрин." Сізді жақсы деп үміт етемін. Бізде бүгінгі тақырып лаалла. Асын сіз қойын, лааллака би хайр. Лаалла деген үміт ету. Яғни мен сіздің жағдайыңызды жақсы деп үміт етемін. Бұл айтқанда, сізді жақсы деп ойлаймын деген сияқты. Мударрис айтады: "Альхамдулилла." Жақсы дейді, альхамдулилла. "Ва кайфа халука анта я Хашим?" Сенің жағдайың қалай, ей Хашим? "Ана ухиббука касиран." Ана деген мен, ухиббука сені жақсы көрем. Касиран дейді, яғни көп. Касиран деген көп, яғни көп жақсы көрем деген, яғни сені қатты жақсы көрем деген мағына. Я Хашиму, ей Хашим. "Иннака талибун закиюн ва мужтахид." Бізде жаңа тақырыптардың бірі инна. Қаталдаймыз. "Иннака талибун закиюн ва мужтахидун." Закиюн деген зерексің. Ва мужтахид дейді. Мужтахид деген ынталы. Мужтахид не? Ынталы. Мужтахид ынталы. Заки бұл зерек. Ва зу хулуқин дейді. Ва зу хулуқ деген яғни көркем мінез иесі. Көркем мінез иесі. Бізде және зу деген тақырып бүгін. Зу деген тақырып бар. Ва мужтахидун ва зу хулуқин. Сен зерексің және ынталысың және көркем мінез иесің. Амин Пакистана анта амин ал-Хинди я Хашим. Ей Хашим, сен Пакистандансың ба, әлде Индиядансың ба? Мен Пакистана. Инни мин ал-Хинд дейді. Мен расында, инни деген расында мен. Инни мин ал-Хинд. Расында мен Индиядамын. Мударрис айтады: "Ва замилука." Замил деген группалас, бірге оқитын сыныптас группалас. "Ва замилука аллази хаража ма'ака ал-ана." Сенің досың аллази. Аллази деген сондай-ақ деп аударылады. Орысша который. Твой одногруппник который хаража ма'ака ал-ана. Сенімен бірге шыққан. Хаража деген шығып кетті. Ма'ака ал-ана. Сенімен бірге шығып кеткен. Сенің бірге оқитын сыныптасың немесе группаласың. Мен аль-фасли, кластан шығып кеткен. Ахуа айбан. Ол да. Айбан деген тоже, я? Ол да деп аударылады. Ахуа айбан. Ол да. Мен аль-Хинди. Индиядан ба? Хашим айтады: "Ла дейді. Иннаху мин Пакистана." Жоқ, расында ол иннаху. Расында ол мин Пакистана. Иннаху деген бізде расында деп аударылады. Мин Пакистана. Фатхалы болады, потому что мынау мамну мен ас-сарф. Бұны бірінші томда шарықтап кеттік. Егер сол жақта мамну мен ас-сарф деген тақырып қайтатын болса, сол жерде бар. "Инна саатака джамилатун я Хашиму." Ей Хашим, инна саатака. Расында сенің сағатың джамилатун дейді, әдемі дейді. Амин аль-Ябанихи. Амин аль-Ябанихи деген ол Япониядан ба, яғни Японияда жасалған ба.
Хашим айтады, ла дейді, жоқ дейді. Бізде ә деген ба, пе, та, те деген сұрақ белгілері, сұрақ жалғаулары. Иннаха минал хинд. Расында ол Индиядан. Мударрис айтады, ағалиятун хия ам рахиса. Бүгін тоже ғалия деген тақырыпты талдаймыз. Ағалиятун хия ам рахиса. Ол қымбат па? Ғалия деген қымбат. Хия ол қымбат па? Ам рахиса. Ам деген немесе. Рахиса арзан ба дейді. Иннаха рахисатун жиддан. Жиддан деген өте деген. Ол өте арзан. Иннаха расында ол өте арзан. Иннаха расында ол, яғни сағат, бимиати руббияти. Миа деген бізде 100. Бимиати руббия. Руббия деген бұл Индия валютасы. Біздегі теңге сияқты. Қазақтардың теңгесі. Фақат дейді. Фақат деген тек қана деген. Кәм ахан ләка я Хашим. Эй Хашим, сенің қанша бауырың бар? Кәм деген қанша, немесе неше. Кәм ахан ләка я Хашим. Ләка, яғни сенің қанша ахан бауырың бар, эй Хашим. Ер балдардан, я? Хашим айтады, ли саласату ихватин. Ли саласату ихватин. Менің 3 бауырым бар дейді. 3 бауырым бар. Мударрис айтады, аттуллабун хум. Олар студенттер ма? Ла дейді, жоқ. Иннахум туджар. Олар саудагерлер. Туджар деген тәжірдің көпше түрі. Тәжіріне көпше түрі. Вакам уқтан ләка, сенің қанша қарындасың немесе әпкен бар? Хашим айтады, ли арбау ахаватин. Менің 4 әпшем немесе қарындасым бар. Мударрис айтады, афил хинди хуннал ан. Олар, хунна деген, яғни олар ахаватты айтып отыр, я? Ахаватты айтып жатыр. Яғни сен сестраларын, әпше қарындастарын. Фил хинди әл ан. Олар қазір Индияда ма? Хашим айтады, ла дейді, жоқ. Инна хунна хуна. Хуна деген осында. Бил мәдинатил мунаввара. Нұрланған Мәдина қаласында. Ма'a аби ва умми. Ма'a деген бірге деген. Ма'a деген бірге. Ма'a аби ва умми. Әкеммен және шешеммен, анаммен бірге. Мударрис айтады, аталибатун хунна. Олар студент қыздар ма? Хашим айтады, ла дейді, жоқ дейді. Иннахунна мударрисатун бил мадрасати санавия. Олар мұғалімдер бил мадрасати санавия. Санавия дейміз 9-дан 11-ге дейінгі класс. Жоғары класс. Байып. Бізде жаңа асын сызып кеткен. Лаалла және иннака және зу және ғалия. Осы тақырыптарды талдайтын боламыз. Қысқаша айтқан кезде, бауырлар, бізде инна және лаалла. Инна деген бұл таукид болады. Таукид дегеніміз, яғни бір нәрсені күшейтпелі шырайда қылу. Лаалла дегеніміз ол тараджи. Тараджи. Тараджи дегеніміз, яғни үміт ету. Үміт ету. Инна деген расында деп аударылады. Байып. Біздер осы мәселені айтпастан бұрын кішігірім бір мұражаға деп айтсақ болады. Мұражаға дегеніміз не? Қайталау. Мұражаға. Қайталау. Біздер сөзсіз сөйлемнің не екенін бірінші қайталауымыз керек. Қысқаша бір минут уақыт алады, айтам қазір. Байып. Бізде жүмлә деген нәрсе бар, бауырлар. Бізде жүмлә деген нәрсе бар. Әл-жүмлә. Әл-жүмлә. Жүмлә дегеніміз бізде сөйлем деп аударылады. Ол екі түрлі болады. Біріншісі әл-жүмлә, әл-исмия. Бұл есімдік сөйлемі. Оның екі тірегі бар. Бірінші тірегі мубтада. Мубтадаун, яғни бастауыш, я? Екінші тірегі бар. Хабар. Пысықтауыш. Тайып, енді мубтада хабар. Мысалы, біз бұны бірінші томда өттік. Мухаммадун талибун деп айтсақ. Мухаммад студент.
Мұхаммад бұл жерде мубтада болады, яғни бастауыш, баяндауыш, яғни баяндап тұрған, оның кім екенін баяндап тұрған, бұл бізде талиб, бұл хабар болады. Бұл хабар болады. Екеуінде харакаты, бірінші домға егер қайталайтын болсақ, екеуінде харакаты тәнуин домма немесе домманың өзі болады. Түсінікті ма? Мубтада және хабар. Жарайды. Енді осы жүмлә исмияға инна мен лаалла деген нәрселер кіреді. Түсінікті ма? Инна және лаалла екеуі кіреді осы жүмлә исмияға. Сол кезде мубтаданың харакатын өзгертеді, немесе хабардың харакатын өзгертеді. Қайсын өзгертеді? Қазір қараймыз. Мысалға енді иннаны кіргізетін болсақ, инна Мухаммадан талибун. Бұл жерде таукид болады. Таукид дегеніміз, яғни күшейтпелі шырай. Таукид. Иннаның мағынасы бізде таукид. Тайып, инна Мухаммадан талибун деген кезде, Мухаммадан бізде асылы мубтада еді. Мухаммадан асылы бізде мубтада еді. Ол мубтаданың бізде харакаты қандай еді? Тануин домма болды. Мухаммадун. Енді инна деген нәрсе осы жүмлә исмияға кіреді, яғни мубтада хабарға кіреді. Кірген кезде мубтаданың харакатын фатхалы қылады, хабардың харакаты, яғни баяндауыштың харакатын дәл солай қалдырады. Талибун боп қалды ма? Талибун харакаты қалды. Мухаммаданның ғана, яғни мубтаданың ғана харакаты өзгерді. Демек, өзгергеннен кейін бұл жерде ахкам, яғни үкімдері де өзгереді. Мынау өзі Мухаммад мубтада болмайды. Ол не болады? Исму инна болады. Түсінікті ма? Талибун болса, әшейін хабар болмайды. Не болады? Хабару инна болады. Және лаалла да дәл сондай бауырлар. Лаалла дәл иннаның хүкімі сияқты. Мысалға айтатын болсақ, Мухаммадун марид десек, Мухаммадун марид, яғни Мухаммад ауырып жатыр, немесе ауру. Маридун. Мухаммад ауырып жатқан тәрізді деп айтатын болсақ, как будто тура бір Мухаммад ауырып жатқан сияқты деп айтатын болсақ, лаалланы кіргіземіз. Лаалла деген, яғни Мухаммад тура мағынада аударатын болсақ, Мухаммад ауру деп үміт етіледі, яғни ол ауру сияқты. Түсінікті ма? Енді лаалланы кіргізетін болсақ, лаалла Мухаммадан болады. Уже Мухаммадун болмайды. Түсінікті ма? Лаалла Мухаммадан марид. Мухаммад ауру тәрізді, ауырып жатқан сияқты. Осы жерде мынау тоже мубтада болмайды уже. Бұл исму лаалла болады. Исму лаалла. Мынау әшейін хабар болмайды, хабару лаалла болады. Демек, бізде мубтаданың харакаты өзгерді. Демек, инна және лаалла бұлар не? Насып деп айтылады. Насып әріптері. Харфу насып деп айтылады. Харфу насып. Насып дегеніміз, яғни фатхалы қылатын не? Әріптер. Фатхалы қылатын әріптер. Тайып, шархын бір қарайық. Шархты қарайық. Шархта инна және лаалла тақырыптары кепті, бұны тез талдап шығамыз. Иннаның мағынасы харфу насып дейді. Харфу насып дейміз, яғни фатхалы қылатын әріп деп жатыр. Янсибул исм дейді. Янсибул исм дегені, яғни бір белгілі бір есімді, мысалға ол домма болатын болса, оны не қылады? Фатхалы қылады. Фатха тәнуин немесе фатханың өзі. Ва ярфаул хабар дейді. Мына жерде исм деп жатқаны мубтадан айтып жатыр. Түсінікті ма? Ярфаул хабар дегені, яғни хабарды доммалы қылады. Тайып. Лаалла деген харфу насып тоже дәл сондай үкімі, бірақ мағынасы басқаша. Анау расында деп аударылса, мынау сияқты немесе үміт етіледі деп аударылады. Янсибул исм, яғни тоже мағынада мубтаданы фатхалы қылады. Ва ярфаул хабар. Яғни хабарды не қылады? Дәл солай доммалы қалдырады. Той, біздер бірінші томда өттік. Дамаир деген нәрсені өттік. Дамаир дегеніміз, яғни есімдіктер. Ол үшке бөлінеді. Мутакаллим бар. Мутакаллим дегеніміз сөйлеуші болған топтар. Ол әна және нахну болады. Мұхатаб топтары бар, яғни қарама қарсы мәміле қылып жатқан адам. Ол әнті, әнти, әнтума, әнтум, әнтунна. Және бізде ғайып бар. Ғайып дегеніміз, яғни жоқ адам. Яғни көз алдымызда жоқ адам. Ол хуа болады, еркекке ол болады, әйелге хия.
екеуіне хума, олар еркектер хум, әйелдер болса хунна болады. Тайып. Жарайды, енді осы дамаирді инна және лаалла деген нәрсе осы дамаирлерге кіреді. Дамаирлерге кіреді. Ана мен иннаны қосса не болады? Нахну мен иннаны қосса не болады деген сұрақтарды қазір талдаймыз. Біріншісі дамаир мутакаллим, яғни сөйлеуші болған топтар. Ана және инна екеуі қосатын болса, міне, ана мен инна екеуі қосатын болса, иннани болады. Расында мен. Немесе инни деп айтсақ болады. Екеуінде айтсақ болады. Иннани немесе инни. Және инна мен нахнуды қосатын болсақ, иннана болады. Немесе инна деп айтсақ болады. Түсінді ма? Яғни расында мен және расында біз. Сәниян, екіншіден жаңа дамаир мухатаб, яғни қарама-қарсы болған адамдар. Анта, анти, антума, антум, антунна деген нәрселер. Бұларды түсіну үшін, яғни бірінші томды жақсы оққан болу керек. Инна мен анта, анти, антума, антум, антуннаны қоссақ қалай болады? Инна мен антаны қосқан кезде иннака болады. Иннака болады. Расында сен. Инна мен антиді қосатын болсақ, иннаки болады. Расында сен қыз. Инна мен антуннаны қосатын болсақ, иннакунна болады. Инна мен антумды қосатын болсақ, яғни еркектер сендер, иннакун болады. Инна мен антуннаны қосатын болсақ, иннакунна болады. Бұл біздегі дамаирул мухатаб, яғни қарама-қарсы болған адамдар. Тойып, үшіншісі бар. Ол не? Дамаирул ғаиб, яғни жоқ адамдар, яғни ол қыз, ол ер бала, ол екеуі, немесе олар еркектер, ол әйелдер. Оны қоссақ қалай болады? Инна мен хуаны қосатын болсақ, иннаху болады. Расында ол. Инна мен хияны қосатын болсақ, иннаха болады. Расында ол қыз бала. Немесе расында ол женский родтағы нәрсе, сағат. Ол тамарбутасы бар. Тамарбута бізде женский родтың белгісі, яғни әйел тегінің. Бізде қазақ тілінде жоқ. Мужской женский род, сондықтан орысшадан аламыз. Инна мен хумды қосатын болсақ, иннахум болады. Яғни ол еркектер расында. Инна мен хуннаны қосатын болсақ, иннахунна, расында ол әйелдер. Дәл осы сияқты лааллада дәл осындай ешқандай бір разницасы, айырмасы жоқ. Мысалға қараймыз. Ана мен нахнуды тоже жаңағыдай қосамыз. Лаалла мен ананы қосқан кезде лаалли болады. Лаалла мен нахнуды қосқан кезде лааллана, яғни біз осындай сияқтымыз, біз осындай деп үміт етілеміз. Мысалы лаалли деген, мысалы лаалли нәжих десе, мен жеңіске жететін сияқтымын, мен жеңіске үміт етілемін деген сияқты мағына. Лааллана дейді, яғни біз деп жатыр, иә? Расында біз емес, біз үміт етілеміз, немесе біз осындай сияқтымыз. Сәниян, екіншіден дамаирул мухатаб, қарама-қарсы болған адамдар. Лаалла мен антаны қоссақ қалай болады? Лааллака болады, иннака сияқты. Лаалла мен антиді қосатын болсақ, лааллаки болады. Лаалла мен антумды қосатын болсақ, лааллакун болады. Лаалла мен антуннаны қосатын болсақ, лааллакунна болады. Үшіншіден, үшінші топты қосатын болсақ, тарапты, яғни олар, иә, дамаирул ғаиб деп айтылады, яғни дамаир ал-ғаиб. Ғаиб деген жоқ адамдар, дамаир деген яғни есімдіктер. Лаалла мен хуаны қосатын болсақ, мана инна мен хуаны қосқан кезде иннаху болды. Енді лаалла мен хуаны қосатын болсақ, лааллаху болады. Түсініп па? Лаалла мен хияны қосатын болсақ, лааллаха. Лаалла мен хумды қосатын болсақ, лааллахум. Лаалла мен хуннаны қосатын болсақ, лааллахунна. Сөзсіз бір мысалдарды кішігірім келтіріп кетейік. Міне әмселә мысалдар деп тұр, міне. Хуа тәжір дейді. Ол саудагер, иә? Ол саудагер. Расында ол саудагер деп күшейтпелі шырайды айтатын болсақ, хуа мен иннаны қосамыз, манағы жоғарда келтіріп кеткендей. Міне хуа мен иннаны қосамыз, сол кезде бізде қалай болады? Иннаху тәжір. Немесе ол саудагер сияқты, немесе саудагер екені үміт етіледі деп айтатын болсақ, тура мағынада аударсақ, онда хуа мен лаалланы қосамыз. Онда қалай болады? Лааллаху. Ол саудагер сияқты. Ана нәжих, яғни мен жеңіске жеттім, мен жеңіске жетушімін. Мысалы, экзаменде расында мен деп күшейтпелі шырайды айтатын болсақ, иннани нәжих. Лаалли нәжих. Мен экзаменде жеңіске жеткен сияқтымын деп айтылады.
Анта заки, сен зерексің. Сен зерексің деп күшейтпелі шырайды айтатын болсақ, иннака. Мына жерде анта мен иннаны қосамыз. Екеуі қалай болады? Иннака закиюн. Расында сен зерексің. Сен зерек сияқтысың деп айтатын болсақ, лааллака закиюн. Лаалла мен антаны қосқан кездегі. Антуна муштахидат, мысалға, сендер ынталы студентсіңдер, студент қызсыңдар. Расында сендер деп күшейтпелі шырайды айтатын болсақ, инна кунна муштахидат. Сендер ынталы студент қызсыңдар, сөзсіз. Ал сендер студент қыздар немесе оқушылар, ынталы тәрізді сіңдер, ынталы сияқтысыңдар өтетін болсақ, лаалла кунна ват. Просто лаалла мен антунаны қосамыз. Мана жоғары жақта түсіндіріп кеттік. Сонда не болады? Лаалла кунна. Лаалла кунна. Иннана мусафират. Лааллахунна мусафират. Деген нәрсе. Бұның асылы иннана мусафират дегені нахну мусафират деген. Яғни біздер сапар шегушіміз. Осы жерде нахну мусафират деген кезде нахну мубтада болады, мусафират хабар болады. Яғни бастауыш және баяндауыш. Осыған инна немесе лаалла кіретін болса, мана айтқандай үкімі өзгереді. Онда мына жерде нахну деген иннана болып кетеді. Мана қосып айтқанымыздай, инна бұл жерде харф насып болады, яғни фатхалы қылатын әріп. На деген нәрсе не болады? Исму инна болады, мусафират. Міне мусафират, стрелканы былай қойып қояйық. Мусафират хабару инна болады. Дәл сол сияқты мына жерде лааллахунна деген кезде лаалланың өзі харф насып болады, яғни фатхалы қылатын әріп, ол потому что себебі ол мубтаданы фатха қылды. Хунна болатын болса, бұл исму лаалла болады міне. Түсінді ма? Муслимат болса хабару лаалла болады. Ал асылы хунна муслимат еді. Олар мұсылман әйелдер. Олар мұсылман әйелдер сияқты деп өтетін болсақ, лааллахунна муслимат. Муслимат бұл жерде хабару лаалла болады. Ал лаалланы кіргізбесек, хуннаның өзі мубтада болады да, муслимат не болады? Хабар болады. Лаалла кірген кезде үкімдері өзгереді. Бұл біздегі инна мен лаалланың дамайрлермен, яғни ана, нахну, анта, анти, антума деген нәрсемен қосылған кездегі көрінісі. Енді анық есімдер бар, мысалы Мұхаммад, немесе тәжір, саудагер, немесе телефон деген сияқты сөздер. Осыларға инна немесе лаалла кіретін болса қалай болады? Оны міне қазір айтамыз. Міне духул инна аля асмаи аз-захира дейді. Анық болған есімдерге, яғни Мұхаммад, Аиша, немесе тәжір, немесе талиб, немесе марид деген сөздер, осындай сөздерге лаалла мен инна кіретін болса қалай болады? Мысалы, ал-мударрису жадид деп айтсақ, ал-мударрису жадид деп айтсақ, яғни мұғалім жаңа, жаңа мұғалім. Енді расында бұл жаңа мұғалім деп күшейтпелі шырайды айтатын болсақ, иннал мударриса болады. Мына жерде фатха болып кетеді. Мына жерде асылы мударрису жадид еді, мубтада хабар, екеуі де дамма. Иннаны кіргізетін болсақ, иннал мударриса, расында мұғалім жадидун, ол жаңа деп жатыр. Расында мұғалім ол жаңа мұғалім. Фатима табиба, Фатима ол врач әйел. Фатима бұл мубтада, табиба хабар, екеуі де дамма. Иннаны кіргізетін болсақ, мубтаданың харакаты өзгереді, қандайға? Фатха болады. Инна фатимата болады. Түсінді ма? Міне. Табиба ол дәл солай қалады. Харакаты дәл солай қалады. Осы жерде мударриса исму инна болады, жадид хабару инна болады. Фатима исму инна болады, табиба хабару инна болады. Үшінші мысал, хамидун мутазауич. Хамид ол үйленген. Расында ол үйленген деп күшейтпелі шырайды айтатын болсақ, мубтада хабар, мубтадасы өзгереді, значит, бұл жерде. Инна хамидан мутазауич. Хамидан бұл жерде фатха болып кетеді. Мутазауич дәл солай харакаты қалады. Дәл осы сияқты лаалла, духул лаалла алал асма аз-захира. Яғни лаалланың анық болған есімдер, яғни көзге көрініп тұрған, Мұхаммад, Аиша, мударрис, хамид деген сияқты. Мысалы, ал-мударрису жадид, мұғалім жаңа тәрізді, жаңа сияқты деп айтатын болсақ, лааллал мударриса.
бұл жерде фатха болып кетеді. Мубтада не болады? Фатха болып кетеді. Себебі лаалланың кіргені себепті. Хабар болса дәл солай қалады, домма болып толықтай. Немесе Фатима табиба. Фатима ол врач әйел. Ол врач әйел сияқты Фатима деп айтатын болсақ, Фатима лаалла Фатимата. Фатимата. Фатха болады, түсінді ма? Неге? Лаалла себепті. Табиба дәл солай қалады. Енді осы жерде манағыда айтқанымыздай, бұл жерде мубтада хабар деп айтылмайды. Бәлкім исму лаалла немесе исму инна хабару инна. Исму лаалла хабару лаалла. Міне мен жерде астында тұр міне. Мысалда. Ал-мударрису жадид. Мұғалім жаңа. Бұл жерде мубтада хабар еді асылы, я? Мана айтып өткеніміздей. Инна кірді, бұл харфу насб, яғни фатхалы қылатын әріп. Мударриса бұл мубтада болмайды уже. Себебі бұл мударриса фатхал болып кетті. Ол исму инна болады. Жадидун хабару инна болады. Тек қана просто хабар инна деп просто әшейін хабар деп айтылмайды. Сол сияқты лаалла Фатима табиба, Фатима врач, бұл мубтада хабар еді асылы. Кейін лаалланы кіргізген кезде Фатиманың харакаты Фатимата деп фатхалы болды. Жарай ма? Табиба не болды? Бұл хабару лаалла болады. Анау исму лаалла, мынау хабару лаалла. Лаалланың өзі харфу насып. Харфу насып дегеніміз не? Яғни фатхалы қылатын әріп. Келесі бізде қозғалған тақырып бұл әл-истифхам біл хамза дейді. Әл-истифхам біл хамза дегеніміз, яғни әмин әл-хинди әнта әмин Пакистан деген нәрсе. Яғни осы жерде деген нәрсе, яғни бір нәрсенің анықтау үшін, яғни сен осысың ба, немесе мұндайсың ба деген сияқты. Сен мұғалімсің ба, немесе студентсің ба деген сияқты, я? Оның жауабы наам немесе ла болмайды. Тақулу фил жауаби, мысалы мен жерде айтып отыр. Полный аударып кетейін. Амин әл-хинди әнта әмин Пакистана. Сен Индиядансың ба, немесе Пакистандансың ба? Фи хазал мисал, осы мысалда бауырлар деп отыр. Хамзатул истифхам, яғни осы хамза дегеніміз ли талаб ат-таъин, яғни бір нәрсені анықтау үшін. Сен мұғалімсің ба, немесе сен Пакистандансың ба, немесе Индиядансың ба? Сен Қазақстандансың ба, немесе Ресейденсің ба? Осы нәрсенің жауабы наам немесе ла болмайды деп отыр. Бәлкім мен осындаймын деп айтасың. Мысалға міне, амуштахидун анта ам каслан. Сен ынталысың ба, әлде жалқаусың ба деген кезде я немесе жоқ деген жауап болмайды. Бәлкім ана муштахид. Мен ынталымын. Ахалатука хунна ам амматука. Олар сен нағаш әпкелерің ба, немесе әкең тарапыңнан болған әпкелерім ба? Хунна аммати. Олар менің әкем жағымнан болған әпшелерім. Амасджидун хаза ам мадраса. Бұл мектеп па, әлде мешіт па деген кезде бұл мешіт. Түсінді ма? Екеуін бірін таңдайсыз. Ан-насарахум ам яхуд. Олар христиандар ма, немесе еврейлер ма? Хум яхуд. Олар еврейлер. Кейін бізде келген тақырып зу деген нәрсе. Зу дегеніміз бұл қысқаша айтқан кезде асмаул хамсаның бірі. Яғни араб тілінде 5 есім деген нәрсе бар. 5 есім. Оны алдағы уақытта толықтай айтатын боламыз. Яғни бұл соның бірі. Зу деген соның бірі. Міне исмун минал асмаул хамса, 5 есімдердің бірі марфуун бил вау дейді. Яғни ол раф жағдайында. Раф жағдайымыз дегенде домма жағдайында ол бил вау дейді. Ваумен болады. Және одан кейін келетін есім, яғни зудан кейін келетін есім, оның несі? И'рабы, и'раб дегеніміз, яғни харакатының өзгеруі мудафин илейхи ват. Олдан кейінгі есім мудафин илейхи ват. Даиман дейді. Даиман деген әрдайым. Мысалға зу деген бұл еркекке айтылады. Зу дегеніміз ол иесі деп аударылады, бір нәрсенің иесі. Ал егер женский родта айтатын болсақ, зату болады. Бұл қыз соның иесі. Ал көпше түрде бұл еркектер осы нәрсенің иесі болса, зау болады. Ал женский родта болса, завату болады. Түсінді ма? Мысалға, азар раджулу зу хулуқин. Бұл кісі зу хулуқ. Яғни көркем мінез иесі. Көркем мінез иесі. Осы жерде зу деген марфуун бил вау, яғни рофы жағдайында, яғни хабар кезінде, мысалға доммалы жағдайда бұл не болады? Вау болады. Бұны алдағы уақытта түсіндіреміз иншалла. Хулуқин деген мудафин илейхи ват, яғни зудан кейін келген нәрсенің барлығы мудафин илейхи болады. Сол себепті ол касралы болды бауырлар. Міне, хулуқин деп. Хазихил мар'ату, бұл әйел
Зату хулуқин, көркем мінез иесі. Бұл әйел көркем мінез иесі. Хулуқин тоже не болды, мудофин илейхи болды. Себебі зудан кейін келген нәрсе не дедік? Жаңа мудофин илейхи болады. Мынау зату деген кезде бұл марфу бид-дамма дейді. Яғни бұл даммалы болады. Түсінді ма? Марфу дегеніміз қазір түсіндіреміз. Хаулай риджал зау хулуқин. Бұл еркектер көркем мінез иелері. Осы жерде хулуқин мудофин илейхи. Зау бұл көпшілік еркектерге. Көпшілік әйелдерге айтатын болсақ, хаулай нисау бұл әйелдер, завату хулуқин. Бұлар көркем мінез иелері болған әйелдер. Марфуъ бид-дамма, завату бұл даммамен болады, хулуқин мудофин илейхи болады. Яғни бауырлар, жаңа біз осы жерде инна, мысалға басында Мухаммадун талибун, Мухаммад ол студент деп айттық. Кейін инна Мухаммадун талибун деген кезде харакат өзгеріп кетті. Және Мухаммадун марид деген кезде муптада және хабар болды. Кейін лаалла Мухаммадан марид деп айттық. Жалпы осы нәрсенің барлығы, яғни харакаттардың өзгеріп жатқан процесі араб тілінде не деп аталады? Әл-и'раб. Әл-и'раб. И'раб дегеніміз, яғни харакаттардың өзгеруі. Бұл алдағы уақытта 3-ші томда бұл келеді. Кейін бізде ғалин деген тақырып келді. Ғалин деген тақырып келді. Ғалин дегеніміз, яғни бұл қымбат деген. Яғни бұл дегеніміз исм манқус. Исм манқус дейді. Исм манқус дегеніміз, яғни бір сөз соңы ямен бітсе, және оның алдында касра болса, бұл исм манқус деп аталады. Аслуху, яғни оның негізі ғалиюн. Ғалиюн. Муаннасуху, оның женский роты ғалиях болады. Ма'наху, яғни мағынасы самануху кәсир, яғни оның бағасы өте көп. Уаксуху рахис дейді. Оның антонимі рахис, яғни арзан. Егер ғалин деген нәрсе алифламсыз келсе, осылай жазылады. Түсінді ма? Ал егер алифламмен келсе, әл-ғали болады. Осыны ұмытпаймыз. Хазал қаламу ғалин, бұл қалам қымбат. Хазихи саату ғалия, бұл сағат қымбат. Ал-кутубу ғалиятун фи баладина, кітаптар біздің елімізде қымбат. Хазал китабу рахисун, бұл кітап арзан. Ва зака, зака деген анау, я? Анау ғалин, ғалин деген қымбат. Яғни исм манқус деген нәрсе осы. Исм манқус дегеніміз, яғни ол бір есімдік, ямен аяқталады, және оның алдында касра болса, бұндай есімдіктер исм манқус деп аталады. Кейін бізде келген тақырып 100 бен 1000-ға байланысты тақырып. Әл-ададан, бұл екі сан, 100 және 1000. Осыдан кейін келетін, яғни алисмуллази бa'дахума, осы екеуінен кейін келетін есім, мысалға 100 теңге немесе 1000 теңге десек, осыдан кейін келетін есім муфрат болады. Яғни муфрат дегеніміз жекеше келеді. Majrurun bil идафа дейді. Яғни ол одан кейін келетін нәрсе мудофин илейхи болады. Яғни ол касралы болады. Түсінді ма? Мысалға, миату ражулин, 100 кісі. Ва миату мраатин, және 100 әйел. 100 әйел. Ла яхталифу лафзу ма'ал музаккар вал муаннас дегеніміз, яғни мағынасы 100 деген сан өзінен кейін келетін есімдік, егер ол мужской род болсын, немесе женский род болсын, меа деген нәрсе өзгермейді. Және сол сияқты әлф, 1000 деген нәрсе өзгермейді. Мысалға, әлфу ражулин, 1000 еркек, әлфу мраатин. Әлфу имраатин. Мысалға, хаза тилфазу би әлфи риал. Бұл телевизор 1000 риал. Осы жерде ражулин, мысалға мана ан жердегі миату ражулин, әлфу ражулин, миату мраатин, әлфу мраатин деген кездегі 100 бен 1000-дан кейін келіп тұрған есімдік мудофин илейхи болады, яғни касралы болады. Осыны ұмытпаймыз. Хаза тилфазу би әлфи риалин. Бұл телевизор 1000 риал. Осы жерде риал мудофин илейхи болады. Қарату әлфа сафхатин. 1000 бет оқыдым. Осы жерде сафхатин бұл мудофин илейхи, әлф деген бұл 1000. Васала иля Макката миату хаджин ва хаджа. Меккеге 100 еркек хадж және әйел хадж келді, яғни қажылар. Осы жерде хаджин ва хаджа екеуі мудофин илейхи болады.
бізде осы қысқаша шархы, яғни түсініктемесі, кейін бізде тапсырмалар. Бірінші тапсырма әжиб анил асил атия, бұны өзіңіз орындайсыз. Келесі сұрақтарға жауап бер дейді. Яғни текстке қарап жауап бересіздер. Мысалға, мен айна Хашим, Хашим қай жақтан? Аюхиббухул мударрис, оны мұғалім жақсы көре ме? Оны текстке қарап өздеріңіз жауап бересіздер. Екінші тапсырма, бұл да текстке байланысты сұрақ, яғни текстке қарап жауап бересіздер. Яғни дуа хазил аламата сах, яғни бұл дұрыс белгіні қой деп жатыр. Амамал жумали сахиха, дұрыс сөйлемдердің алдына. Ва хазил алама, мынау иксті, яғни дұрыс емес белгіні дұрыс емес сөйлемдердің әл-жум амамал жумал аллати лайса сахихатан, дұрыс емес сөйлемдердің алдына қой деп жатыр. Бұл тоже текстке қарап жауап бересіздер. Мысалы, Хашим толлабын талибын каслани, Хашим дегеніміз Хашим жалқау студент. Бұл бізде дұрыс емес текст бойынша, онда X қойып қоясыздар. Бұл үйде өздеріңіз орындайсыздар. Келесі тааммал ма яли дейді. Келесі мысалдарды ойлан деген, біз бұны мана шарттап кеттік. Инна мин хуа қоса иннаху болады. Инна мин хия қосылса иннаха болады. Инна мин анта қосылса иннака болады. Инна мин анти қосылса иннаки болады. Инна мин ана қосылса иннани немесе инни. Инна мин хум қосылса иннахум. Инна мин хунна қосылса иннахунна. Инна мин антум қосылса иннакум. Инна мин антунна қосылса иннакунна. Инна мин нахну қосылса иннана немесе инна. Төртінші тапсырма адхил инна алал жумал атия. Мына жерде сөйлемдер берілген, мубтада және хабар, осыған иннаны кіргіз деп жатыр. Мысалға, ин хуа тажир. Бұны иннаны кіргізетін болсақ, иннаху тажир. Екіншісі ана талиб. Мен студентпін. Осыған иннаны кіргізу керек. Қалай болады? Инни немесе иннани талиб. Осылай орындай бересіздер. Бесінші тапсырма иқраил амсилатил атия. Келесі мысалдарды оқы деп жатыр. Мынаны әшейін өздеріңіз оқып шығасыздар. Алтыншы тапсырма адхил инна алал жумалил атия вадбит авахил калимат дейді. Иннаны келесі сөйлемдерге кіргіз және соңғы харакаттарын көрсет деп жатыр. Мысалы, аддарсу саабун болса, сабақ ауыр деп жатыр. Бұған иннаны кіргізетін болсақ, инна даруса саабун. Расында сабақ ауыр. Ал-Құрану китабуллах. Құран Аллахтың кітабы. Иннаны кіргізетін болсақ, иннал Құрана китабуллах. Расында Құран Аллахтың кітабы. Ас-сайярату джамила, көлік әдемі. Иннаны кіргізетін болсақ, инна сайярата джамила. Осылай өздеріңіз орындай бересіздер. Жетіншісі тааммалил мисалайн, екі мысалды ойлан деген, бұны мана түсіндіріп кеттік. Сумма кауин жумала мислахума минал калиматил атия. Кейін келесі сөздерден мысалды құрастыр деп жатыр. Мысалға, бірінші мысалда амин ал-хинди анта амин Пакистан. Сен Индиядансың ба, әлде Пакистандансың ба? Екінші мысал атабибун анта ам мухандис. Бұл жерде анта және муштахид және каслантыр. Бұны қалай айтамыз? Муштахидун анта ам каслану. Сен ынталысың ба, әлде жалқаусың ба? Хия немесе син аль-ябан. Бұл қалай болады? Ахия минас сини ам мин аль-ябан. Ол Индиядан ба немесе Япониядан ба? Осылай мысалдарды орындай бересіздер. Жетінші тапсырма тааммалил амсилатил атия. Келесі мысалдарды ойлан деген, біздер мана талдап кеткен зу деген нәрсе. Бұл иесі деп аударылады. Тура аударатын болсақ, бірақ мысалға мудируна зу лихьятин тауила, біздің директорымыз ұзын сақал иесі. Яғни тура аударатын болсақ осылай, ал егер жалпы сөйлем аударсақ, біздің директордың сақалы ұзын деп аударылады. Хазат дафтар, бұл дәптер зу варақин мусаттар. Мусаттар дегеніміз, яғни линиясы бар дәптер. Бұл дәптер линиялы дәптер. Үшіншісі Ахмаду талибун зу илмин ва хулуқ. Ахмад көркем мінез және білім иесі. Яғни Ахмад білімді және мінезді. Төртіншісі хазал қамис зу кум мин қасир. Бұл көйлек жеңі қысқа. Ва зака ал анау зу кум мин тауил. Оның жеңі ұзын. Кум деген жең, мысалы көйлек болатын болса, осы
жердегі жеңін осыны кум деп айтады. Әл-мәсҗиду ләзи фи хайина, біздің ауданымыздағы, районымыздағы мешіт, зу манаратин вахида, оның бір мұнарасы бар. 9-шы тапсырма, иқраил амсила сумма хауилу жумалил атия мислаха. Келесі мысалдарды оқы және дәл сол сияқты сөйлем құра деп жатыр. Мысалы, бірінші, хаза талибу зу хулуқин, бұл студент көркем мінез иесі, яғни мінезі жақсы. Екіншісі, хаулай туллабу зау хулуқин, ол студенттер көркем мінез иелері. Хази талиба зату хулуқин, бұл манағы зуды түсіндірдік біздер. Хаулай талибату завату хулуқин, бұл студент қыздар көркем мінез иелері. Сол сияқты мына жерде хаза раджул, бұл еркек берілген, я, осыны зу малин касири, енді осыны көпше түрге аудару керек. Хаулай риджал зау малин, немесе зау амвалин касира. Бұл кісілер көп ақшасы бар адамдар. Женский родқа аударатын болсақ, хазихил мар'ату, бұл әйел, зату малин касир. Ал егер женский родқа аударатын болсақ, имраның көпше түрі ниса болады. Хаулаин ниса, бұл әйелдер, завату амвалин касира. Осылай келесі мысалдарды өздеріңіз орындай бересіздер. Кейін адхил лаалла, лаалланы мана инна сияқты кіргіз деп жатыр. Хуа бихайр болса, онда лаалланы кіргізетін болсақ, лааллаху бихайр, ол жақсы сияқты. Хум бихайр, олар жақсы. Лааллахум бихайр, олар жақсы тәрізді. Хия бихайр, лааллаха. Осылай жаза бересіздер. 11-ші тапсырма, иқраил мисалайн, екі мысалды оқы. Кейін сумма акмилу жумал атия би вадаи ғалин ау ғалия фил амакинил халия. Бос орындарға ғали немесе ғалияны қой дейді. Мысалға, бірінші мысалда, хадал қаламу ғалин, бұл қалам қымбат. Хади саату ғалия, бұл сағат қымбат. Ғалин бұл мушкаратқа, ғалия женскаратқа. Ал-кутубул арабия, араб тілі кітаптары ғалиятун болады. غالية في بلدنا. هذا الكتاب رخيص وذاك غال. هذا المعجم معجم ديجمز صلاوار. هذا المعجم ب100 ريال هو غال والقنبات. هذه الحقيبة غالية. بول سمكي قنبات. Сонымен екінші сабағымыз бітті. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.